Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге ежелгі Вавилон жайлы айтатын боламын. Вавилонның өрлеуі. Урдың үшінші әулетінің билігі құлағаннан кейін Қос өзенде ұзақ уақыт қырқысу соғыстар болып тұрды. Елдің оңтүстігінде Елем өктемдігі басымдау болса да, солтүстікте ассириялықтар шапқыншылықтар жасап отырды. Осындай жағдайда Вавилон қаласы болды. Аката тіліндегі Библию Құдайға барар қақпа деген ұғымды білдіреді. Өйткені қала керуен жолдарының қиылысқан жерінде орналасты. Шумерліктер мен аккадаттықтардың жерлері де Вавилон арқылы шектесіп түйісіп жататын. Бұрыннан бері Қос өзенінің басқа қалаларының арасында Вавилонға біршама артықшылықтар беріп ерекшелендіріп тұрады. Оның артықшылықтары әсіресе Хаммурапати атты билеушінің тұсында айқын көрінеді. Хаммурапати біздің заманымыздан бір 1792 және 1750 жылдар аралығында патшалық етті. Ол өзінің іс-әрекеттері нәтижесінде ежелгі дүниедегі салтанатты елбасылардың қатарына қосылды. Хам Мупри қарсыластарының жеңіп отырған Қос өзеннің Вавилонның қол астында бағындырды. Сөйтіп бүкіл Шумер Аккадат жерін біріктірген Вавилон патшалығын құрды. Хаммури ол елдердің құдіретті билеушісіне айналды. Хаммурапи заңдары. Хаммурапи елдің бірыңғай тәртібін басқару жүйесін орнату үшін заңдар жинағын жасады. Оны қара тас бағынға жаздырды. Ол тасты археологиялықтар 1902 жылы тауып зерттеген. Адам бойынан да биік, ол тастың жоғарғы жағында сурет салынған. Суретте ақ сақалды, басында сәлдеге ұқсас бас киімі бар күн құдайы бейнеленген. Ол салтанатты тақта отыр, екі иығында сәуле шашып тұр. Оң қолында биліктің астаяғы мен заңдар жинағы. күн құдайы бұлардың Хаммурапиге ұсынып отыр. Хаммурапи оның алдында сол қолымен тағзым ете кеудесін басып әдісінен тік тұр. Оң қолында күн құдайы ұсынған заттардың алу үшін ұмсына түскен. Бұл сурет арқылы Хаммурапи болғанын білдірмек сияқты. Шындығында да заңдар жинағы Хаммурапидің өзін-өзі мадақтап мақтауымен басталып, марғұдум екен адамдардың әділеттілікпен бас қарып елге бақыт беру үшін жібергенде, мен ел аузында шындық пен әділеттілікті салдым деп және адамдардың жағдайын жақсарттым дейді ол. Жарыс ақын Ефрит және Тигра өзендерінің аңғары бұл кезде егістік алқаптарына алып жатқан аймаққа айналады. Ірі каналдарды қазады. Олар арқылы егістіктер суарылып отыратын еді. Сондықтан каналдар мен суға бөгеттерін мықты етіп қазу, олардың жыл сайын жөндеп отыру қажет болды. Хаммурапи патшалығының заңдарында құнтуз болып, көршілестердің егістігін су басып қалса, онда бөгдене кемшілік болған адам өзін құртқан астық төлеуі тиіс. Бұдан біз нені байқаймыз? Ең алдымен бөгет жасау ісінің жауапкершілікті, еңбекті талап ететіндігін көреміз. Екіншіден, заң жүзінде әркім өз жеріне бөгет үшін жауап береді. Егер бөгет дұрыс заң бойынша жасамаса, онда егін өсірмесе, онда ол егістіктерді қажеті алып, онда егін өсірмесек, онда егін егістіктің қажеті жұмыстарын істемегеннің мойындап, жердің иесіне өзінің көршілерінің өнімін көлемде астық беру қажет. Бұл заңнан біз вавилондықтардың егіншілік жұмысына жауапкершілікпен қарағандықтарын байқаймыз. Егістік жерлерді игерусіз қалмауы керек екенін, егер кім егістікті дұрыс өңдемесе, ол бәрібір жер иесіне төлеуге тиіс болған. Бұның бәрін егіншілік Вавилонды маңызды шаруашылық саласы болғандықтан байқатады. Егістіктерде бидай, жайық өсіп тұрады. Жайылымдарда қой, ешкі және сиырлар жайылып жүреді. Елдегі тәртіп пен тыныштық заң бойынша қадағаланады. Адамдардың міндеттері белгіленеді. Кім қылмыс жасаса, заңдар жинағында көрсетілген тәртіп бойынша жазылатын еді. Заңның іске асып отыруын патшаның өзі тікелей бақылауда алды. Ол өзінің таңдайындаған аймақ, қала әкімдерін заңнан дұрыс орындамаларын талап етіп отырған. Хаммурапи елді шексіз билеуші болып салды. Ол мемлекеттің бірлігі мен тұтастығы үшін, ондағы тыныштық үшін көп еңбек етті. Сондықтан да Хаммурапи билік еткен жылдары Вавилон мықты да бай мемлекетке айналды.
ежелгі Вавилонның күйреуі. Құмрафи қайтыс болғаннан кейін жүздеген жылдар өтті. Вавилон жері ұзақ уақыт Ассирияға бағынышты болып келді. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 12 ғасырларда Вавилон тәуелсіздігін алып қайта гүлденді. Ол әсіресе біздің заманымыздан бұрын 604-562 жылдарда билік өткен Намходовитисор патшаның кезінде көркеюге шегіне жеткен Нуходоросис патшаның кезінде көркеюге шегіне жетті. Оның билігі кезінде Вавилонда әсем қала ретінде бүкіл әлемге әйгілі болды. Алыстан шағымнан ғана көкілдір жазық болдырып жерінен біріндеп жақындап келе жолаушы оның жері мен көктің арасында әйгілі аспалы-бақ екенін көріп таңдана да тамсана да қарап қалатын. Ондағы көз ала бере жолаушы қалғанның биік қамалының әр жағынан көкке таласа өрлеп тұрған зәулім мұнараларын көріп, бұл екі көріністің көңілі алабұртып қаланы жақыннан көргісі келіп, көлдіне қамшы басқан оның алдына үлкен канал кеседі. Бұл суық қамалды қоршай ағып қаланы жаудан қорғап жатқанын, әрі терең әрі кең канал. Қала қамалын айнала жүрген адам оның 100 қақпасы бар екенін көрсетіп еді. Олар ішінде ең құдіретті Иштемир құдайының құрметіне арнап алып қақпа болады. Ол мыстан жасалған мықты қақпа болатын. Қақпаның мұнаралы дулана айбат шеккен арыстандар мен аждаһа бейнелеп келе аң суреттер бедерленген түрлі түсті көзделген кірпішпен аңдар бейнесін ерекшелендіре түсетін. Қақпадан енген адам тас төгілген жолмен бағынғы алыстан көрінірек мұнарға қарай жүретін. Ол билік мұнара құдіретті Мадрух құдайының ғибадатханасына мұнарасы еді. Ғибадатханаға жетіп, оның мұнарасының биіктігін байқамасақ болып, жоғарғы қараған адамдардың бас киімі жерге түсетін. Осыған алып құрдысы көрген шетелдіктер кейін Вавилон сопырлысы деген аңыз миф ойлап шығарып, аңызға ғаламат мұнараны көріпке тіркелуінен қауіптенген Құдай тағала мұнара салушылардың тілін бір-бірін түсінбейтін етіп өзгертіп жіберіпті. Содан құрылыс тоқтап қалыпты делінеді. Шын мәнінде бұл кездегі Вавилон Египетке, юдейлерге, фарстарға, ассириялықтар мен тағы басқа